Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай етті бәліш жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Қамырын елеу үшін ыдысымызға айран, сметана, яғни қаймақ, ерітілген сары майды микроволновкада немесе бөлме температурасында ерітіп алсаңыздар болады. Тұз, сода және де қант салып араластырып аламыз. Қасықтың көмегімен немесе осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіліп алған ұнды үшке бөліп, жай-жайдан салып, осылай араластырамыз. Қоюланғаннан соң венчикті алып, қолымызбен қамыр елеп аламыз. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр еленеді бізде осылай. Енді салмасын дайындап алғанша мұздатқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындап аламыз. Салмасына тартылған ет, пиязды осылай 4 бұрыш етіп турап аламыз. Сонан соң картопты да 4 бұрыш етіп турап аламыз. Бұл жерде өзіңіздің қалауыңызға байланысты картоптың орнына асқабақ қолдансаңыздар да болады. Барлығын турап алдық. Енді тұз, бұрышты салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді мұздатқыштағы қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Теңде екіге бөлмейміз. Бір бөлігін көп, екінші бөлігін аз етіп, осылай екіге бөлеміз. Бәлішіміздің астыңғы жағына үлкен бөлігімізді, яғни көптеу қамыр алған үлкен бөлігімізді осылай ұнның көмегімен жайып аламыз. Песочный қамыр болып есептеледі біздің бұл қамырымыз. Яғни ұнның көмегінсіз де жайсаңыздар болады. Осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне осындай қалыңдықта жайып алдық. Енді дөңгелек етіп қою үшін мен осындай формадан пайдаландым. Диаметрі 28 сантиметрлік форма. Осының көмегімен анық дөңгелек етіп кесіп алдым. Противеньге пергамент қағазын төсеп, осылай қамырымызды орналастырамыз. Үстінен салмамызды салып, шетінен 5 сантиметр шамасында орын қалдырып жайып шығамыз. Енді екінші қамырымызды алып, бәлішіміздің үстіңгі бөлігін жайып аламыз. Үстіңгі бөлігі кішілеу болғандықтан, астыңғы бөлігіне қарағанда жұқалау болады. Және жақсы пісіп шығу үшін астыңғы бөлігіміз қалың, үсті жұқа болғаны дұрыс. Бұны да дөңгелек етіп кесеміз, сәл кішілеу етіп кесеміз, бірақ шетінде артып қалған қамырларды бәлішіміздің бетін безеуге пайдаланамыз. Салмамыздың үстін осылай жабамыз. Кішкене қолымызбен тартып, барлық салмамыз жапқаннан кейін екі қамырдың шеттерін осылай қысып қолымызбен жақсылап біріктіреміз. Барлық шетін осылай айналдыра біріктіріп шығамыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай. Енді осылай біріктіргеннен кейін бір шымшып төменге түсіріп, айналдырып, тағы да жауып шығамыз. Жақсылап жауып шығамыз. Ашылып кетуі мүмкін піскен уақытында, көтерілген уақытында. Осылай айналдырып барлығын жауып шықтық. Енді бетін әсемдейтін боламыз. Егер сізде қамыр артып қалмаса, осылай да пісіріп алсаңыздар болады.
бірақ ортасынан бір рет тесу керек, ауа кіріп тұру үшін. Егер сіздерде мерекелік дастархандар болса, бетіне әдемілеп гүл, жапырақтар салып қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Қазір сіздерге бетіне гүл және жапырақ салып көрсетемін. Менде осындай формалар, гүлдің және жапырақтың, осылармен қамырларымызды осылай гүлдің формасын шығарып аламыз. Және де өзіңіздің фантазияңызға байланысты бәлішіміздің бетіне осылай қойып шығамыз. Содан кейін мінекей жапырақтар. Енді ас үйге арналған қайыншының көмегімен бетінен осылай ашық жерлер, яғни осылай кесіп шығамыз. Жақсы әдемі болып барлық жері пісу үшін. Енді бір жұмыртқаны немесе жұмыртқа сарысын барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешке 180 градусқа қойып 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің етті бәлішіміз дайын болды. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де осы рецепт, осы видео сіздерге ұнаған болса, комментарийге өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Және де дәл осы рецептпен жасап көрген болсаңыздар, плюс қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.